Сәлем достар, менің есімім Амель ханым, бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып әйелдердің 3 топ мәселесі. Негізінен менің YouTube парақшамда, жалпы бүкіл Instagramда да еркектер көп оқиды. Және де бұл тақырып еркектерге де өте пайдалы болады деп мен ойлаймын, себебі бұл бәрі жыныстық қарым-қатынас, бұл бәрі обычный қарым-қатынасқа тіреледі, да, и сол әйелдерді жақсы, одан да жақсы түсіну үшін, да, жыныстық қарым-қатынасты, жалпы қарым-қатынас одан әрі дамыту үшін, да, көтеру үшін әрине осындай нәрселерді білгеніңіз дұрыс, да. Енді қанша жылдап жұмыс жасадым, уже 5 жылдан асты. И көбінесе әйелдер ең басты мәселе сұрағанда бұл қынапты тарылту, да. Неге қынапты тарылтады? Өзіңізден сұрасаңыз, әрине көбісі біледі, бұл әрине босанғаннан соң, да. Біз анатомиялық тұрғыда айтсақ, әйелдің қынабы бір труба ретінде, жүктік кезінде кішкене уже эластичный болып қалады, да, что бала өту үшін. Босанған соң бала өтеді примерно, да, былай басы, и потом қайтадан қалпына келеді. Бірақ та қалпына келгенде көп әйелдер бәрібір уже сезе алмайды, да, уже жыныстық қарым-қатынаста күйеуінің мүшесін сезе алмайды. Ләззат алу жолдарына келсек, уже қатты сезім болмайды, оргазмды ала алмайды. Көбісі вообще оргазмдары даже мүлдем жоқ болып кетеді, да, сондайлар да бар, да. Себебі анатомия тұрғыда тонус андай болғанда, кішкене слабыйлау, оргазмдарды сразу төмендейді, да. Енді мына жерде не істеу керек, да, қынапты тарылту дегенде. Мына жерде көптеген жолдары бар, қазіргі таңда нарықта көптеген шешу жолдары бар, оның ішінде ота жасату, оның ішінде укол жасату, китайский палочка бар. Сіз де мына комментарий астына жазып қойыңыз, басқа да түрлерін білсеңіз. Бірақ оның барлығы бәрібір сізге деген уақытша бір результат береді. Ота жасаған соң өзіңіз білесіз, да, бұл былай жасалатын нәрсе емес, бұл уақыт керек, өз қалпына келу керек. Екіншіден, бұл всякие палочкалар, олар құрғатады, да, яғни өзін сулану болмайды, ісіп кетеді, ол да бір өте дискомфорт, ауырсыну пайда болады әйелдерде. Мына жерде менің жеке кеңесім, менің жеке айтатын пікірім, да, ең жақсысы, денсаулыққа ең әсері, тек жақсы әсері бар, оны сізге любой дәрігер айтады, біледі, да. Бұл кегель жаттығу, да. Мен өзім, сіз білетіндей, тек қана сексолог емеспін, мен тренингтерді өткіземін әйелдерге, йога инструктормын. Және де бәрібір бұлшық ет болып қалады, да. Қаншалықты не істесеңіз де бәрібір фитнес керек. Бұл да қынап, бұлшық еттерді қынапты тарылту үшін ең жақсы жолы бұл қынапты тарылтатын жаттығуларды жасау. Мына жерде айтқым келіп жүр, 27 қыркүйекте осы айдың бірінші авторлық марафон өткіземін әйелдерге арналған, және де осы жерде бүкіл осы мәселелерді одан әрі мен ашамын және шешу жолдарын айтамын, үйретемін. Да, келесі мәселеге көшейік. Бұл да өте өзекті тақырып. Топ мәселенің біріне кіреді, бұл ауа шығу. Ауа шығу тек қана босанған әйелдерде шықпайды, ауа шығу қызда да болуы мүмкін. Яғни жыныстық қатынасқа түспеген, қыздығы бар, қызда да ауа шығу болуы мүмкін. Бұл да қынаптың тонусы әлсіз дегеннің белгісі. Неге көбісі қорқады, да, жас қыздарды жазады, мен әлі қызбын, менде ауа шығады. Ауа шығу деген қалай? Бұл аяқты көтергенде, немесе бір йогамен айналысқанда, отырғанда, да, уже жыныстық қатынаста түскен әйелдерде жыныстық қатынаста қынапқа деген ауа кіреді. Бұл өте ыңғайсыз бір сезім әкеледі, да, бір ыңғайсыз, ұялып қалу мүмкін. Әйелдер даже оргазм ала алмауы да мүмкін содан, да, соны ойлап уайымдап. Мына жерде тек бір шешу жолдары, бұл тек қана жаттығу жасап, бұл өте тез шешілетін нәрсе, да. И как раз таки бұл жаттығулар тек қана әйелдерге ғана емес, жас қыздарға да өте пайдалы. Және де сіздің өзіңіздің қызыңыз өссе, да, мына жерде аналарға айтатын кеңесім, егер сіздің қызыңыз өскенде, уже етекірі келіп бастағанда, уже ақырындап осы мәселелерді айтыңыз. Осындай бір жаттығу бар, да.
осыны жасай. Сонда сіздің қызыңыздың кішкентайынан бастап уже бұлшық еттері жақсы болады, және де болашақта осындай мәселелер болмайды. Да? Это как фитнес. Мысалға сіз спортзалға барсаңыз, да, там тренажер спортпен айналыссаңыз, сіздің бұлшық еттеріңіз бүкіл дене мықты, да. И бұл қалады өмір бойы, сіз жасай берсеңіз, тонуста тұрсаңыз, қала береді. Дәл осындай интимдік, да, жыныс мүшелер дәл осындай. Бұл өте пайдалы. Да, мына жерге еркектерге айтатыным, да, еркектер тыңдаса, мына жерге лайк басып қойыңыз. Бірінші мәселеде, енді сіз менен де жақсы білетін шығарсыз деп ойлаймын, бұл сезбей қалу, да, егер де әйелдің қынабы үлкен болса, сезбей қалу мүмкін, да, кішкене ләззат алуын төмендеуі, уже қызық емес болып қалуы мүмкін. Мен шындықты айтсам, астына да жазып қойыңыз, бірақ кері байланыңыз, да, көбісі оны и так жақсы біледі, әйелдер де осыны жақсы біледі. Кстати, кейбір әйелдер енді жақсы бір жағынан, да, күйеулер айтады, жоқ, бәрі жақсы, анау мынау, бірақ әйел адам бәрібір өзі қысылады, бәрібір сезеді, да, что-то не то сияқты, да. Бірақ ашық сөйлемеген соң, или көп еркектер қорқады, әйеліне ашық айтсам, уайымдап кете ма, да, ренжіп қала ма сияқты, да. И айтпайды шындығын. Хотя бір жағынан өте ақырындап айтсаңыз, осындай мәселелерді шешуге болады, өте жеңіл, да, бір осындай фитнеске қатысып, да, бұлшық еттерді тонусқа келтіріп, мәселені шешуге болады. Так. Бұл біздің екінші, да, ауа шығу тез шешілетін нәрсе, оның еш уайымы керек жоқ. Сол жаттығуларды жасап, сіз ауа кеткенін де білмей қаласыз қалай тез. И соңғы үшінші топ мәселенің бірі бұл зәр шығу мәселесі. Зәр шығу көбісі білетін шығарсыз, әсіресе әжелермен тұратында, біз көбінесе әжемен бірге тұрамыз, да, әжелермен. Үлкен кісілерде көбінесе түшкіргенде, жөтелгенде зәр шығып кетеді, кіші дәрет шығып кетеді. Бұл өте ыңғайсыз, әсіресе намаз оқитын әйелдерге өте ыңғайсыз, себебі бұзылып кетеді дәрет, и намаз оқу үшін сол дәретті қайта алу керек. Көбісі прокладкамен жүреді, даже прокладкамен өзі жүру, бұл өте норма емес, да. Үлкен әйелдерге прокладкамен жүру, это не норма. Тем более осы нәрселер өте тез шешіледі, да. Опять-таки осы сол жаттығуларды жасап. Да. Мына айтатыным, жаттығулар тек қана әйелдерге ғана емес, еркектерге де өте пайдалы. Да. Мына жерде мен алдында да бір видео болған айтқан. Зәр шығу неден болады? Себебі, да, неден? Себебі бұлшық еттер, интимдік бұлшық еттер әлсіз болғанда, әйел адам түшкіргенде, жөтелгенде, ауыр көтергенде, күлгенде, қатты күлгенде де кейбіреу сүйіп қояды, да. Ана бұлшық еттер ұстамай қалады, соншалықты әлсіз ұстамай қалады. Бұл бәрі бұлшық еттерге тіреледі. Әйелдердің көптеген жыныс мәселелері жыныс мүшелердің әлсіздігінен. Бізде енді тек қана Қазақстан айта алмаймын, жалпы дүние жүзінде енді бір там Индия, там Қытай айтпасақ, да, осындай, которые развиты, да, осы жақтан именно интимдік өмір жағынан. Көбінесе дүние жүзінде бұл өте енді жаңадан келе жатқан жаттығу, да, осы бұлшық еттерге өте көп мән берілмеді бұрында. Сол үшін бізде әлі осындай тарамаған, да, әлі көбісі білмейді, көбісі осындай топ осындай мәселелермен жүр, да. Ол тек бір жартысы, ол басқа да мәселелер бар соған қатысты, да, там геморрой сияқты, да, сондай сияқты. Бірақ та сіз қазірден бастап осы жаттығуды фитнес ретінде жасасаңыз жаттығуларды, өте тез зәр шығу мәселесі өте тез шешілетін нәрсе. Мына жерде жеке айтатым сізге кеңесім, жүре бермеңіз, да. Егер де даже сізде зәр шығу мәселесі болмаса, сіздің қасыңызда, да. Енді еркектер білмейтін шығар, себебі әйел екі ара сөйлейді ғой, еркектерге айтпайды ғой, менде осындай мәселе бар, да. Сол үшін мен байқағаным, көп оқырмандар жазғанда қынапты тарылту, зәр шығу, сондай көргенде қалай деп сұрайды да, білмейді себебі. Мынау да видео бір еркектерге де бір түсінік, да, бердім деп ойлаймын. Осы барлық мәселе мен марафонда айтамын, 3 күндік марафон. Сол жерде осы ең базовый, да, ақпаратты беремін, бірақ та осы базовый ақпаратпен сіз өзіңіз жеке жұмыс жаса аласыз.
және де осы мәселелердің қаншалықты өзгергенін байқайсыз. Сұрақтарға мен жауап бердім да, қазіргі таңда айтатыным өте көп ақпарат бар. Қалай жасайды, еркектерге де бар, менің YouTube парақшамда бар. Егер де менің YouTube парақшамда жеткіліксіз болмаса, онда осындай арнайы тренингтер, марафондар бар да. Бірақ та бәрібір жасай беріңіз. Мына жерде айтатыным, егер де әйелде көптен бері мәселе бар, уже жасаған, бәрібір өзгеріс жоқ болса, онда әрине білікті маманмен жұмыс жасағаны дұрыс да, жүре бермеңіз. Бұл тек қана осы мәселеге ғана қарамастан, гинекологиялық, урологиялық да, маған да еркектер бүгінде бір кісі жазған, тез бітіремін, мүшем тұрмайды да, не істейін да, уже, я так поняла, уже көп уақыттан бері сондай мәселе бар, не жасаймын. Мен енді жауап бермедім, бірақ мына жерде қараса, сізге жауап, сіз біріншіден врачқа да, дәрігерге бардыңыз ба, анализ тапсырдыңыз ба. Дәрігерге барғанда мүшені ұстайды, қарайды, мазок алады да, сондай нәрселерді қарастыру керек. Себебі егер де мәселе өте сіздің өміріңізді қинатса, барыңызды сұраңыз. Қазір бәрі Инстаграмда отыр да, жазылыңыз, хотя бы онлайн консультацияға жазылыңыз, кішкене амал жасап, бәрі шешілетін нәрсе. Все, достар, мынау осы видео пайдалы болды деп мен ойлаймын. Көптеген нәрселерге вроде жауап бердім. Өзіңізді күтіңіз, бұл сіздің денсаулығыңыз, сіздің байлығыңыз. Денсаулық болса, барлығын істей аласыз да, денсаулық болмаса, бір берекесіз болып қалады да. Так что күтіңіз, өзіңізді жақсы көріңіз. Сұрақтар болса, менің жеке консультацияма немесе жалғыз немесе астына пікір қалдырыңыз, мен соған қарап осындай видеоларды түсірем. Рахмет, сау болыңыз.